Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге скумбрия балығын духовкада дайындаудың оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Бір балығымызды лимонмен, ал екіншісін көкөністер салмасымен дайындайтын боламыз. Достар, менің тек сіздерге бір ғана өтінішім болып тұр. Видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңадан ашылып жатқан арнама қолдау көрсетіп жіберулеріңізді сұраймын. Жасалу жолы оп-оңай, әрі тез, ал дәмі болса өте ерекше, өте сочный болып шығатын скумбрияны пеште жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен балықты жуып тазалап алудан бастаймыз. Салма салатын балығымызды сырт жағынан тазалап, аршылған балықтың ішіндегі тікенек қылқанын алып тастаймыз. Ал лимонмен жасалатын балығымызды іш жағынан жарып тазалаймыз. Маринадты дайындау үшін кішкене тұз, орегано, қара бұрыш, ақ бұрыш қосып, зәйтүн майын қосып араластырамыз. Ал енді аршылған балыққа кішкене ғана зәйтүн майын сеуіп, лимонның согын сығып, шырынын. Дайын болған маринадпен балықтарды жағып, 2-3 сағатқа салқын жерге маринад әбден сіңу үшін көп қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді көкөністер салмасы салынатын скумбрияның бас жағын кесіп, ішіне салма салу үшін алдын ала ыңғайлап, қайық пішіндес қылып жайып қоямыз. Лимонды балықтың арасына салу үшін алдымен дөңгелете, сосын ортасынан қақ бөліп дайындап қоямыз. Енді балықтың бір жақ бетін ғана аралары 2 см болатындай етіп тіліп шығамыз. Осы тілінген жерге дайындап қойған лимонымызды салып шығамыз. Лимонмен жасаған скумбриямыз осымен дайын. Енді екінші скумбриямызды дайындауға көшеміз. Ең алдымен салмамызды дайындап алудан бастаймыз. Ол үшін табаға кішкене ғана 50 грамдай сары май салып қыздырамыз. Енді пияз салып, пияз әбден қызғылттанғанша қуырамыз. Үстіне саңырауқұлақ қосып, жақсылап араластырып, қуырып шығамыз. Оның үстіне алдын ала майдалап туралған қызыл бұрышымызды, помидорымызды қосамыз. Енді майдалап туралған көк пиязды қосып, салмамызды 5-10 минуттай қуырып аламыз. Көкөністерді қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да болады. Енді балығымызды алып, ортасын ашып, дайын болған салмамызды бір келкі етіп салып шығамыз.
Үстінен лимон шырынан сеуіп шығамыз. Осымен дайын болған скумбрияларымызды алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке салып 25-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Пісуіне 5 минуттай уақыт қалғанда үккіштен өткізілген сырды, ірімшікті қосып шығамыз. Қайтадан 5 минутқа салып қоямыз. Мінекей оңай әрі тез жасалатын пеште піскен скумбрия балығы дайын болды. Бүгін біз балықтың өзін лимонмен, ал екіншісін көкөністермен, оның үстіне қосқан ірімшігіміз тіпті созылып өте дәмді шықты. Енді дәмді иісі мұрынды жарар, ыстық тағамымызды қалауларыңызға қарай лимон, гранат, көк шөптермен безендіру арқылы дастарханымызға сән береміз. Мұндай балықтың дайындалуы тез болғандықтан, асыққанда жылдам әзірлеп жіберсеңіздер болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетуді ұмытып кетпеңіздер. Әрбір күндеріңізге амандық, жақсылық, тек сәттілік жолдас болсын. Кездескенше сау саламат болыңыздар.